Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын блиннидің рецебімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріп, тамашалап отырыңыздар. Толық рецепт видеоның описаниясында. Ең алдымен жұмыртқа, қант, сұйық май, ас содасы және тұз, ұн, сүт және де 1 стакан қайнаған су қажет болады. Ал енді бастайық. Блинниді жасау үшін ең алдымен жұмыртқамызды ыдысқа саламыз, жақсылап венчикпен араластырамыз. Үстіне 4 ас қасық қант салып, ерігенше жақсылап араластыру қажет. Келесі 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, бір араластырып аламыз. Шай қасықтың ұшымен ас содасы және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жылы сүтімізді және қайнаған суымызды құямыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнымызды елегіштен өткізіп, аз-аздан сала отырып, сұйық масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінеки сұйық массамыз дайын болды. Мінеки осындай болады. Қызып тұрған табамызға май жағып, ожаумен құямыз сұйық массамызды. 1-2 минут пісіріп аламыз. Екінші жағын аударып, тағы 1-2 минут пісіріп алатын боламыз. Қалған сұйықтарымызды осылай жалғастыра пісіріп алатын боламыз. Блинчигіміз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шыққан, сәл қызартылып піскен. Каналыма тіркеліп видео ұнаса лайк баса кетіңіз, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Айдана.